Сонымен баланың ақыл тәрбиесін ұйымдастырудың екінші сабағына қош келдіңіздер. Бұл жерде біз ақыл, яғни ойлану дедік. Ойлану үшін біз баланы не істеу керек дедік? Таңғалу керек дедік. Ал таңғалу үшін ең бір қарапайым табиғи заттардың бірі ол табиғат. Екіншісі не? Ол осыған дейін де бірнеше мәрте айтылған ол ойын. Ойын баланы таңғалдыра алады. Ойынның түрлері бар. Бұл жерде ағылшын тілінде game, play деп бөліп жатады. Біз көбінесе бұл жерде play туралы айтамыз. Game туралы айтамыз. Яғни бала ойын арқылы таңғалады, таңғалу арқылы ойланады. Соның нәтижесінде не болады? Біз кезінде айтып жүргенде ойын ойнаған тозады емес, керісінше озады. Енді бұл жерде мен сіздерге нақты мынандай бір дидактикалық ойындар бере алмаймын, өйткені сіздің балаңыздың қандай екенін, қандай жаста екендігін, сіз қандай ситуацияны шешуге тырысып жатқаныңызды білмеймін. Бірақ мен сізге интернеттен сол бір ойындарды таңдау мүмкіндігін бере аламын. Яғни белгілі бір критериялармен бөліскім келеді. Соның нәтижесінде сіз кез келген ойынды өзіңіз таңдай аласыз, өзіңіз ұйымдастыра аласыз, тіпті құрастыра аласыз. Сонымен біз ойынды таңдау барысында, баламен ойын барысында не ақыл тәрбиесіне қатысты, ақылын дамытатын ойындарға қатысты. Ең бірінші біз нені білуіміз керек? Ойын баланың сезім тәжірибесін байыту керек. Мысалы, бағанағы Монтессоридің мектебіндегі сияқты немесе Глен Доманың бағдарламасы немесе Вальдорф мектебіндегі сияқты идеялар не? Баланың сезімін байыту. Өзім сезімнің түрлері бар болатын болса, соны мүмкіндігінше көбі болу керек. Бала осы бір қарым-қатынасқа, иіспен, дыбыспен, температурамен қарым-қатынасқа түскен сайын, оның сол бір сезім тәжірибесінің байып жатқандығы. Бүгінде төрт бетонның ортасында өскен Бауыржан Момышұлы айтпақшы, асфальттың баласына оның мүмкіндік қатты көп болмауы мүмкін. Бірақ біз саналы түрде бұны түсінсек, біз керісінше осы бір жағдайды жасай аламыз. Бағанағыдай тудыра аламыз қолдан. Жасанды болса да, ол өте пайдалы болады. Яғни сезім тәжірибесінің байуын алып келу керек. Кез келген ойынды балаңызбен ұйымдастырып жатқан кезде қараңызшы, ода қандай сезім береді. Мысалға бұл жерде мынандай болуы мүмкін. Ол жеңіледі бала ол ойын барысында. Жеңіліп көрсін, жеңіліс, ұят сезу, қысылу, ол да сезім ғой. Біз мүмкіндігінше сезімдерді позитив, негатив деп бөліп, негатив бізге керек емес деп жасырып тастауға тырысамыз. Бірақ ол да сезім, ол да баланы дайындатады. Тіпті кей жағдайда жеңіліс адамға көбірек сабақ береді, жеңіспен салыстырған кезде. Келесі бір ойын барысында біз маңызды ұстану керек заттардың бірі, ойын барысында балада сұрақ туу керек. Негізі бала табиғатынан өзі сұрақ көп қойғыш болып келеді. Ай неге құламайды, қасықтың аты неге қасық деген сияқты. Біз не істейміз? Көбінесе тыйып салып жатамыз. Жоқ, мүмкіндігінше бұл сұраққа бала жауап алу керек. Бірақ қандай жауап алу керек? Бала 5 жасқа дейін былайша айтқанда қияли жауап алу керек. Мысалға дейік, бала ай неге құламайды дейтін болса, сіз оған жауап бермейсіз, өйткені ол жер тартылыс күші, осындай заң бар деп, оның бәрін түсіндіретін болсаңыз, яғни кәдімгі шыны ғылыми жауаппен, онда ол бала шектеледі, белгілі бір деңгейде қанағаттанады да, ары қарай құлшынысы, білім құмарлығы болмайды. Ал егер біз оны белгілі бір деңгейде қанағаттандырмай, бірақ жауап беретін болсақ, қияли бір қиссалармен, бір бізде не бар ғой? Мысықпен шыққан не үшін төбелеседі екен, ит пен мысық неге сыйыспайды екен деген бір соларды өзінше бір түсіндіретін ертегілер бар ғой. Тура сол сияқты ертегілермен жауап бере алсақ, былайша айтқан кезде жауап бердік, бірақ қанағаттандырмадық. Бұл кезде бала не істейді? Бағанағы іштегі осы білуге деген, ақылға деген құштарлығы, ойлану құштарлығы одан сайын арта береді. Мысалға дейік, қарлығаштың құйрығы неге айыр деген ертегі бар. Біз оны түсіндіретін болсақ, өйткені ол аэродинамика, қарлығаш осылай жылдам ұшу керек, сол үшін керек дейтін болсақ, онда бала бітті сол жерден тоқтайтын. Ал айдаһар, қан, мынау деген әңгіме не істейді? Баланың одан сайын қызығушылығын арттыра түседі. Бірақ 5 жастан кейін баланың кез келген сұрағына мүмкіндігінше бағанағыдай дұрыс жауап беру керек. Яғни шынымен тартылыс күші деген сияқты, немесе бала қайдан пайда болады деген сұрақ қоюы мүмкін сізден. Соның бәріне қалай бар, солай ұлға әкесі, қызға анасы жауап берген сияқты толыққанды жауап беру. Сұрақ жауап орынды болу керек. Мысалға сіз ұстаз болатын болсаңыз, не тәрбиеші болатын болсаңыз, баланы жауаппен қайтаруға тырыспаңыз үйге. Баланы үйге сұрақпен қайтаруға тырысыңыз. Әр сабағыңыз бір сұраққа бағытталған болса, бала сол сұрақтың жауабын табуға қиналса, ізденсе, құлшынысын танытса, жауабын таппаса таппай қойсын, сол ізденіспен ары қарай кетсе, ашық сұрақ қалу керек та балада былайша айтқан кезде. Сол кезде ғана балада не болады? Таңғалу, ойлану, яғни бізге керек ақыл тәрбиесі жүзеге асады. Келесі бір зат, ойын балада қиялды дамытады. Бала үшін қараңызшы, бірнеше әлем бар. Мына бір біздің физикалық әлем бар, бүкіл қызықсыз заттарымен, кредитімен, басқасымен, проблемалармен, және баланың миындағы әлем бар. Баланың миындағы әлем бірнеше болуы мүмкін. Кейде мысалға баланың қарым-қатынасы, бала мен ата-анасының арасында қарым-қатынасы әлсіз болып жататын болса, бала осы бір қияли әлемге кіріп кетіп жатады. Кейбіреулер бүйтеді, мысалға Спайдермен деген нашар, керек емес, ол балаға кері әсер етеді дейді. Қалай кері әсер етеді десең, мысалы бір бала Спайдермен деп терезеден секіріп кетті дейді. Мәселе неде? Мәселе ойында емес, мәселе бізге ойын проблема бар екендігін көрсетіп тұрғандығында, баланың шынайы әлеммен байланысы жоқ болып тұр. Қияли әлем бала үшін, баланың ақылы үшін, ойлану үшін, таңғалу үшін өте керек заттардың бірі. Мысалы қараңыздар, бір педагог айтады, ең күшті ойыншық не? Ол таяқ дейді. Неге? Өйткені таяқ кез келген зат бола алады. Мысалы, бала таяққа мініп алып, секіріп ойнап бара жатуы мүмкін. Тоқтатып ұстап, мынау не десең таяқ дейді. Неғып секіріп мініп жүрсің оған десе, бұл ат қой дейді. Ат болса неғып мініп жүрсің десе, бұл таяқ қой деуі мүмкін. Яғни бір уақытта ол үшін ол таяқ, бір уақытта ол үшін
ат болып тұр да, көрдіңіз, оның қиялы оған екінші әлемді беріп тұр. Бала кішкентайлығының көмегімен, ойынның себебімен бірнеше әлемде өмір сүре алады. Сіз таңдап атқан ойын балаға сол бір жаңа әлемге, бір қияли әлемге мүмкіндік есік ашып тұр ма, соны ойлануымыз керек. Бұл жерде мына әлем тақырыбын түсіндіру үшін мынандай бір тағы мысал келтіргім келеді. Пат Аманашвили, атақты Аманашвилидің ұлы мынандай мысалды айтады. Балабақшада жаңағы бір ер адам өздерінің сол бір балабақшада істейтін қызметкері балаларға келіп сұрайды дейді, қалайсыңдар, жаңа жылдың кезі болу керек, жаңа жылда аязда келді ме деп, жоқ аязда келген жоқ деп. Сөйтіп анау балалардың көзінше аязда болып киінеді де балалардан сұрайды дейді, аязда келді ме десе, иә аязда келді деп, дядя Шаша қайда десе, кетіп қалды деген сияқты. Балалар көріп тұр, киінген ана кісі екендігін біліп тұр, бірақ олардың миында екі әлем болғандықтан олар екі затты бірден қатарынан көре бере алады да. Келесі бір зат, ол осы ойынға қатысты біз түсінуіміз керек. Мысалы ойынның барысында бала қандай әрекеттер істеп жатыр. Мысалы баланың зейіні. Бала өз зейінін қолданып жатыр. Мысалы біз қорқатын кейбір компьютерлік ойындар бар, немесе телефондық ойындар бар. Бірақ олар баланың зейінін тәрбиелеуде өте бір керемет құрал. Ал бұл ертең баланың усидчивость дейді, отырықшылығына қатты көмектесе алады, егер біз ол ойынды дұрыс пайдалана алсақ. Тура сол сияқты мысалы баланың қабылдауы, есте сақтауы, мысалы түрлі бір жаңағы кубиктар, немесе тағы әртүрлі пішіндегі заттар, ағаш заттар, темір заттар, бұның бәрін істейді, баланың қабылдауын арттырады. Ертең бағана біз айтқандай ақыл тәрбиесінің жоғарғы болуына алып келеді. Яғни біз нені ескеруіміз керек? Ойын барысында бала өзінің бағанағы ой қабілеттерін, ой қызметтерін, ойлану сияқты, қиялдау сияқты, есте сақтау сияқты, қабылдау сияқты, және қайта жандандыру сияқты әрекеттерін қолданып жатыр ма, қолданып жатқан жоқ па? Осыны ескеруіміз керек. Жалпы қорыта келгенде осы бір критерийлардың негізінде біз баламызбен ойын таңдайтын болсақ, және осы бір ойынның барысында алдыңғы сабақтарда, бөлімдерде айтылғандай баламыздың жасы мен жеке бас ерекшеліктерін ескеретін болсақ, онда шынымен де ойын таңғалу құралы ретінде баламыздың ақыл тәрбиесін дамыта түсетін еді. Жалпы мынандай бір затқа басымдық беруіміз керек. Бізде ата-аналар ойыншық дүкеніне барып баласына ойыншық алып жатқан кезде мына ойыншық не істей алады деп өзіне сұрақ қояды. Мәселе ода емес, мәселе сіздің балаңыз сол ойыншықпен не істей алатындығында. Ойыншық не істей алатындығы қатты қызық емес. Ойыншық көп зат істей алған сайын сіздің балаңыз онымен ештеңе істей алмайды деп қараңыз. Яғни оның қиялы, оның бағанағы елестетуі бірнеше әлемде өмір сүруі жүзеге аспайды. Ал бала сол ойыншықпен көп әрекетке түскен сайын, кезінде біз ауылда балшықпен, таяқпен неше түрлі зат істей алғандай, баланың сол кезде таңғалу, ойлану, ақыл тәрбиесі жүзеге аспай бастайды. Бұл критериялар сіздерге ойын таңдауға көмектеседі деп сенемін. Осымен ақыл тәрбиесі бөлімі тәмам. Келесі бөлімде жүздескенше іске сәт.